Назарбаев Тоқаевқа Нұр Отан төрағалығын берді. Бұл нені білдіреді? Тоқаевқа берген жомарт сыйма әлде Назарбаевтың дәуірі аяқталғандығы ма? Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілдеспек жоқ. Басқа ақпарат құралдар айтпағанды біз айтамыз. Бастамас бұрын бүгіннен бастап Алматы облысының әкімі лауазымын жоғалтқан Аманбек Баталов туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Болат Назарбаевқа жақын Баталов 200 миллион теңгеге қайда ұшып жүр? Талдықорғанда Жетісу деген шағын авиакомпания бар. Назарбаевқа жақын Баталов сол жақтан ұшып жүрген көрінеді. Бағыты Африка, Америка емес, өз облысының аумағы. Қызығы Амандық Баталов 2016 жылдан бері үнемі сол авиакомпаниямен жалға ұшақ сатып алды және оған әжептәуір ақша бөлінді. Мәселен, бұл авиакомпания 2016-21 жылдары бюджеттен 276 миллион теңгеге тапсырыс алған. Тапсырыс бюджеттің бағдарламасы бойынша жүзеге асады. Әкімнің халықтың 200 миллион теңгесіне Алматыны айналып ұшып жүруге ақшасы табылса, қарапайым біздің оған қолымыздан жетпейтіні айдан анық. 200 миллион теңге емес, 10-15 мың теңгеге ұшам десеңіз, біздің шығарылымдарды қолдап жүрген авиасейлс агрегаторы тапсырмас нәрсе. Бұл Қазақстанның барлық негізгі авиакомпаниялармен тікелей жұмыс істейтін агрегатор. Сондықтан авиасейлсте сіз барлық ұсыныстарды салыстырып, өзіңізге ең қолайлы бағыттарды таңдап, билеттерді сатып ала аласыздар. Сонымен 24 қараша Назарбаев Нұр Отан төрағалығын Тоқаевқа тапсырды. Бұл күтпеген жағдай. 2021 жылғы ең ірі саяси өзгерістердің бірі болды. Бұл жаңалықты Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай хабарлаған. Ол саяси кеңестің кеңейтілген отырысында Назарбаев партияның президент басқаруына тиіс деп Нұр Отанның төрағалығын Тоқаевқа берді. Айтпақшы, бұл тақырып төңірегіндегі жаңалықтар таңертеңнен бастап шыға бастады. Мемлекеттік саналатын Нұр.кз порталы Телеграм арнасында таң ата осы жаңалық шығарылды, бірақ тез арада өшіріліп тасталды. Тағы да бірер Телеграм арна бұл туралы жазды, десе де бұл мүмкін емес нәрсе көрінді. Себебі неге дейсіз бе? Себебі Назарбаев қолындағы ең ірі қызметті бере салатындай бұл ойыншық емес. Айтарлықтай ештеңе өзгермеген шығар. Алайда Назарбаев барда ол қауіпсіздік кеңесінің басшысы, яғни бәрінің төбесінен қарап тұратыны белгілі. Бұған дейін Тоқаев уақытша президент деген пікірді көп естейтінбіз. Уақытша себебі Назарбаевтың немеренісі Самат Әбіш келуі мүмкін деген жиі естілетін. Мүмкін партия осы екеуінің біреуінде бұйырды ма дегенде кешегі жаңалық шықты. Назарбаев олай-бұлай болып кетсе, Нұр Отан партиясының басшысы ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Өйткені парламенттегі орны мен бұл партияның бізде барлығы айтып жүргендігі бір заң. Енді Тоқаев барлық айтатындай жиһаз емес сияқты. Оның да құзырлығында енді қандайда мөлшерде билік бар. Назарбаевтың бұл шешімін Тоқаевтың қалай қабылдағаны белгісіз. Тұңғыш президент сайтындағы ақпаратқа сәйкес видеоконференция режимінде өткен партия жиынында Тоқаевқа қатысқан, бірақ Ақорда сайты мен Тоқаевтың Twitter парақшасында бұл туралы ешқандай ақпарат немесе Тоқаевтың айтқан сөздер жоқ. Тоқаев президент болғалы 2,5 жылға таяп қалса да, қазірге дейін парламент пен жергілікті билік органдарында басым дауысқа ие, қатарынан көп шенеуніктер мен мемлекеттік қызметкерлерді бар партия төрағалығы қол жетпегендігі әлде анық еді. Партияның ішкі процедурасы бойынша төрағаны съезд сайлайды, бірақ партия съезі өтетін уақыт әлі белгіленбеген. Сонымен Назарбаевтың авторитар есіммен байланысты партияның төрағалығынан кеткеннен кейін біздің елімізде қандайда өзгеріс бола ма? Болса, не өзгереді? Сарапшылардың не дегеніне назар аударайық. Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібайдың мына бір сөзі Назарбаевтың көзі тірісінде билікті оңай бере салмайтын көрсететіндей. Нұрсұлтан Әбішұлы қандайда қызметі бар жоғына байланыссыз. Оның ұлт көшбасшысы, елбасы әлем мойындаған қазірдің ең беделді саясаткерлігі екендігі түсінуіміз қажет дейді. Енді партияның үлкен съезі болу керек. Сонда Назарбаев Тоқаевқа ресми түрде аталмыш қызметін табыстайды. Ол кезде Перуашев өзін ұстап жыламайды деп үміттенеміз. Саясаттанушы Қазбек Бейсенбаев Азаттыққа берген сұхбатында Назарбаевтың дәуірі
аяқталды дейді. 19 жылы президенттіктен кеткенінен қызы Дариға Назарбаеваны сенат спикері етіп қабылдаған еді. Бұл алдағы уақытта президенттікке алып баратын қадам сияқтанды, бірақ ол жүзеге аспады. Меніңше Назарбаевтың билік транзиті туралы бастапқы жоспары біршама өзгерді. Оның әулетінен біреу президент болуы мүмкін деген күдік сейілді. Нұр Отан төрағалығын берген соң Назарбаев дәуірі аяқталды деуге толық негіз бар. Оның қолындағы қауіпсіздік кеңесі формалды нәрсе. Ал Жанболат Мамай Назарбаевтың дәуірі аяқталды деуге әлі ерте дейді. Назарбаевтың ықпалы бәрібір азайып бара жатқандығы байқалады. Қалай болғанда бәрі Назарбаевтың денсаулығына байланысты. Кейінгі кезде белсенділігі өте қатты төмендеді. Үлкен жиындарға қатыспайды. Денсаулығы жарап тұрса, саяси процестерге үйреншікті әдетімен араласа беремеді. Президенттіктен кету жөніндегі шешімін ең алдымен Ресей президенті Владимир Путинге айттым дегені есімізде. Бәлкім бұл жолда Путинмен келісім болған шығар. Оны білмейміз, өйткені Қазақстандағы саяси шешімдердің жұмбағы көп. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев Азаттыққа берген сұхбатында былай деген екен. Бұл өкілетті Назарбаев парламент сайлауына дейін де беруіне болатын еді. Неге сол кезде бермеді? Екі себеп бар деп ойлаймын. Біріншіден, ол кезде Тоқаевты партия тізімін жасауға араластырғысы келмеді. Мәжіліске бұрынғы президенттің айналасындағылардың көбі өтті. Екіншіден, ол кезде Тоқаевқа премьер-министр Асқар Маминді орнынан алып тастайтын құзырет бергісі келмеді. Бұл шешім қабылдауға Тоқаевты не партия, не мемлекеттік аппарат шындап қабылдамағаннан деп ойлаймын. Тоқаевты бәрі екінші ойыншы ретінде қабылдады. Мұның бәрі неге келді? Тоқаевтың көп саладағы шешімдері орындалмады. Ол мұны халыққа жолдауында өзі-ақ мойындады. Ол кедергі келтіретін, шешімдерді орындағысы келмейтіндер үкіметтен кетуі керегін айтты. Ресми тұрғыдан қандайда құзыретке ие болды. Ал шын мәнінде Тоқаевқа іші жағымсыз, тосын сыйға толы сыйлық берілді. Нұр Отан қолайсыз әрі тиімсіз құрылым. Сонымен Қазақстандағы соңғы жаңалықтар осы. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілерімізбен Aviasales.kz сайтының парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.